Баршаларыңызға қайырлы күн дейміз. Біздің видеоларымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің видеомыз адамның қолы туралы айтатын боламыз. Бұл видеода біз қолдың сүйектеріне тоқталамыз, міне алдарыңызда. Және де анатомиясына тоқталамыз, барлық сүйектерге. Және де остеопат маманының қандай жұмыстар жасайтындығын, қолға қатысты, жалпы сүйекке қатысты айтатын боламыз. Енді міне алдарыңызда адамның қолы. Қолдың өзі біздің алақанымыз. Алақанымыздың өзі өз алдына 27 біздің сүйектен тұрады. Мына жерден басталады алақан. Запястье деп айтылады бұлар. Ең бірінші міне ладевидная кость. Ұзын екі үлкен сүйегіміз бар ғой міне. Бұл сүйектер лучевая кость. Және де екіншісі оның қасындағы локтевая кость, шынтақ сүйегіміз. Біздің қолымыз шынтаққа дейін осындай екі сүйектен тұрады. Лучевая кость және де локтевая кость. Одан ары қарай мыналар запястье деп айтылады. Бұл енді біздің алақанымыз. Ладевидная кость ең бірінші жалғанған. Оның қасында не? Полулунная кость деп айтылады. Оның жағында мына жерде трехгранная кость, яғни үш жақты сүйек. Бұл треугольник сияқты сүйек та міне. Міне анан қарасақ. Яғни үш бұрышы бар сүйек. Трехгранная кость деп айтылады бұл. Соның қасында кішкентай сүйек бар міне. Кішкентай сүйек гороховидная кость дейді бұны. Горох сияқты. Енді оның астына түсетін болсақ, мына жерде крючковидная кость, крючок сияқты. Үстінен қарағанда міне. Крючок сияқты крючковидная кость деп айтылады. Одан кейін мына ортасындағы головчатая кость. Нағыз біздің алақанымыздың ортасындағы. Одан кейін оның қасындағы кішкентай трапециевидная кость. Енді оның қасында міне трапеция деген сүйек. Біздің мына бармағымыз жалғанатын жері. Трапеция деп. Яғни мына жерде біздің алақанымызда 8 сүйек орналасқан. Одан кейін біздің алақан сүйектері. Пястная кость деп айтады. Бұлар бесеуден тұрады. Мынау үшіншісі, төртіншісі, мынау бесіншісі. Алақан осылардан құралған. Мына жерде 8 сүйек, одан кейін мына 5 сүйек. Енді одан кейін мыналар біздің саусақтарымыз. Фаланги деп айтылады. Мына орта проксимальная фаланга дейді. Біздің саусақтарымыз. Одан кейін мынауда фаланги, средний фаланги. Сосын біздің саусақтарымыздың ұшы. Дистальная фаланга деп айтылады бұлар. Үстінен қарағанда міне. Алақанның өзі 27 сүйектен құралған. Енді әрі қарай кетейік. Үстіңгі сүйектер біздің шынтаққа дейінгі жаңа айттық қой. Лучевая кость. Одан кейін локтевая кость. Шынтақ жағымыз. Қазір айналдырайын. Үстінен қараған кезде былай көрінеді. Мына жерде біздің шынтағымыз енді жалғанған. Шынтақ ары қарай плечевая костьке жалғанады. Бұл біздің барып иығымызға жалғанады. Плечевая кость, мына жерде міне біздің иығымыз. Бұл барып мына жерде жауырынға жалғанады. Лопатка. Міне. Лопатканың бер жағында
мына ұзын сүйекті көріп тұрсыздар, ключица деп айтылады. Көбіне адамдарда осы жері мына сүйек әлсіз болып келеді, травмадан, түрлі удардан осы сүйек көбіне сынып атады, жарылып атады. Ключица деген сүйек. Бұның бір жағы барып мына жауырынға, лопаткеге жалғанған. Мына аяғында мына плечевой кость. Адам тұрғанда былай қабыртқасының үстінде тұрады. Мына ключицаның астында бізде қабыртқалар орналасады. Енді остеопат маманы адамның біз сүйектерімен де жұмыс жасаймыз. Кейде адам травма алған кезде, мына қолдан болсын кез келген жерден сүйектерде травма қалып қояды. Кейде сүйек сынған кезде орнына қайта салғаннан кейін, травма алғаннан кейін ауырып атады да адамның сүйегі. Рентгенге барлығына түсіп, сынық бәрі орнына келсе де, ол жер ауырады кейде. Сынған жер травма, өйткені сүйекте травма қалып қояды. Сол үшін сондай жағдайда остеопат маманына барып жұмыс жасау керек болады. Мына сүйекті қалпына келтіруге. Арнайы біздің сүйекпен жасайтын техникалар бар. Яғни сүйектермен жұмыс жасайтын. Сынықтан кейін, после травмы деген сияқты. Және де біздің мына қолымыздың басына бізде келетін нервтер бар. 3 нерв келеді адамның саусақтарына дейін. Бұл мойыннан бастап шығады да 3 нерв. Лучевой, серединный, локтевой 3 нерв біздің саусақ бастарына қарай келеді. Алақанымызға қарай келеді. Кейде адамның қолының ұюы осы нервтерден болуы мүмкін. Остеопат маманы сонымен бірге осы нервтерді, каждый нервпен отдельно жұмыстар жасаймыз. Сол нервтердің зақымданған жерімен жұмыс жасап, қалпына келтірумен айналысамыз. Яғни кейде адамның саусақтарының ұюы, қолын дұрыс қыспауы деген сияқты, дұрыс ашылмауы, және де мына кейде біздің саусақ сүйектеріміз, әсіресе мына бас бармақ біздің міне. Осы сүйек кейде қытырлап, орнына жаңа не істеп тұрады, ойнамалы сияқты болып тұрады, тырсылдап. Массажистерде көбіне кездеседі. Онымен де остеопат мамандары жұмыс жасайды. Біздер ондаймен де жаңа щелкающие пальцы деп айтады ғой, орысша. Сондай болады кейде. Адам өзі қалпына келтіре алмай қалады кейде. Бүгілген қалпында қалып қояды, немесе ашылған қалпында қалып қояды, орнына келмей жатады. Келесі қолымен ашып орнына келтіреді. Ондай жағдайда да осы суставтармен, осы сүйектермен жұмыс жасау керек болады. Остеопат маманына барып. Қысқаша ғана остеопат маманы осындай жұмыстар жүргізеді. Біз білеміз, адамның сүйегі 50% судан тұрады негізінен. Сол сүйектің өзінің жасалатын техникалары болады. Яғни алған травмаға байланысты. Остеопат мамандары осындай жұмыстар жүргізеді.